Сәлем досым, неге кезекке тұрамыз, білесің бе? Бүгін күн жексенбі, ауа райы қандай тамаша. Мамаммен бірге саябаққа барып ойнаймын. Мен сырғанақты жақсы көрем. Ол үшін кезекке тұрып, күте тұру керек. Маған кезек келді. Артур, мен ойнайым. Мен бірінші сырғанауым керек, мен кішкентаймын. Маған кезекке тұрудың қажеті болмайды. Мен сырғанақ ойнамайым. Онда мен алты бақанға барайын. Мен бірінші ойнайым. Аргет, мен кішкентаймын. Кезекке тұрмаймын. Мен бірінші ойнаймын. Жоқ, кезекке тұр. Сен кім болсаң да кезекке тұрып ойнау керек. Жоқ, мен ойнаймын. Мен кішкентаймын ғой, кезекке тұрмаймын. Анашым, қараңызшы, мынау кезекке тұрмай ойнаймын деп жатыр. Ой, балақай, неге кезекке тұрмайсың? Мен кішкентаймын ғой. Кезекке тұрудың қажеті жоқ маған. Кім айтты кішкентайлар кезекке тұрмайды деп? Кім айтты? Кім болса да кезекке тұру қажет. Сендер ойлаңдаршы, егер кезек болмаса, қандай жағдай туындауы мүмкін? Онда ол әділетсіз болады, тіпті қауіпті болады. Қандай қауіп болуы мүмкін? Егер адамдардың барлығы кезекке тұрмаса, бір-бірін итерсе, онда адамдар жығылып қалады, жарақаттанады. Ал кішкентай балалар болса, тіпті тез құлап, жарақаттан қалады. Және сен кейін үлкен жігіт боласың ғой, сол кезде сен кішкентай балалардың сенен бұрын кеп кезексіз ойнағанын қалайсың ба? Жоқ, қаламаймын. Онда дұрыс қой. Ешкім де кезексіз алдына біреудің түскенін қаламайды. Сондықтан кезекке тұрып, бірінен кейін бірлерің ойнауларыңыз дұрыс болар. Кешірші, мен жаңа кезексіз кіріп кеттім. Кешірші, мен сені кешірдім. Жүр, бірге ойнайық. Ал енді менің кезегім, сырғанаймын. Қандай керемет. Анашым, жүр, кеттік. Әкеңе барайық. Ол бізді ресторанда күтіп отыр. Жарайды, менің қарным ашты. Достар, сау болыңдар. Әке, біз келдік. Әке, біз мамаммен бірге келдік. Кірсек бола ма? Күте тұр балам. Анау жаққа барып отыра тұрайық. Біз жаңа кезектің нөмірін алдық. Кезектің нөмірі деген не? Әрине, бұл қағазбен басып шығаратын кезек саны. Бұның қандай пайдасы бар? Сен қараш, балам. Бұл жерде қаншама адам кезекке тұр. Егер барлығы ресторанның есігінің алдында тұрса, онда уақыт та кетеді. Адамдар тұрып-тұрып аяқтары да талады, шаршайды. Сондықтан ресторан бізге кезектің саны жазылған билетті береді. Біз бұл билетті алып, басқа кең жерде күте тұрамыз. Біздің кезегіміз келгенде бізді шақырады, сол кезде барып кіріп тамағымыз жейміз. Кезекке тұрмасақ, біз тіпті барып ойыншық сатып алсақ болады ғой. Алдында біз мұражайға барғанда 2 сағат тұрып, шаршап едік, аяғымыз талып. Мама? Әрине. Бірақ сен біл, мүгедек кісілер болады, яғни мүмкіндігі шектелген кісілер біздегі өте үлкен көмек қажет жандар болып табылады. Сондықтан оларға кезексіз арнайы орындар беріледі. Мысалы, метрода арнайы орындар бар. Немесе тағы бір адамдарға өте шұғыл кету керек болады. Немесе арнайы оларға күтім керек болады. Сол кезде олар мысал ретінде аэропортта өзінің жасыл дәліз арқылы шыға алады. Алақай, мен білдім. Кезекке тұру ол өте әділ.